Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз қалай басталып жатыр? Түске картошканы тазалап, жуып, дайындап қойдым. Бүгін көбінде осы кухняда жүрдім. Обедке картошка қуыра салайын деп. Осылай картошкаларды турап дайындап қойдым. Ауа райы қалай болып жатыр сізде жақта? Қар жауып жатыр ма? Бізге қар жауып тастады. Күн суық. От жағып жатырмыз. Барлығын осылай дайындап тұрып кетсем, хорошо пышақталып кеттім. Мына қыз деген мініп алып, пияз жеп отыр екен. Осылай орындықтарды алыс қойып кетпесек, мініп алады. Қызымды түсіріп, түске дейін жиналмай тұрған төсекті жинадым. Бұл төсек жиналмаған, совсем ұмытып кеткен ғой. Олым мен күйеуім осы комнатаға жатқан болатын. Мына бір шарды тауып алып, үрлеймін деп, балаларға үрлеп берейін десем, жарып алдым. Киімдерді реттеп қойдым. Түсте далаға шығып, сиырлар суға шығарайын десем, қатқапты, құлыпта ашылмай қойды. Ой деп қой құрсын дедім да. Қолмен, жаңа шелектермен тасып бердім, кезек-кезек. Бірінші осы дәу сиырға бердім, одан кейін қызы мен ұлына бердім. Екеуі жаурап тұрма, аса көп ішкен жоқ. Үйге кіріп, пончик пісірейін деп, қамырын дайындап кеткен болатынмын. Өстіп фук еткізіп, пончиктарды түске пісіріп қойдым. Осылай жағылды енді, ничего страшного. Бірақ дәмді болып шықты. Обедтен кейін, түстен кейін мына дастархан деген ескіріп кетті, әбіржіп, бұны да ауыстырып қойдым. Өстіп фук еткіздім де, бұны да ауыстыра салдым. Дастарханымыздың көркі кіріп, әдемі осындай қалың дастарханына келді күйеуім. Сосы түске дейінгі күнім.